Қымбатты телекөрермендер, біз бағдарламамызда одан әрмен жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта еркін күрес бапкері Ермырза Қасқырбайұлы келіп отыр екен. Қош келдіңіз. Ассалаумалейкум. Жалпы енді спортшылардың таңғы жалпы қалай атады? Еркін күрес саласында жұмыс істейміз енді. Павлодар қаласында номер 1-ші балалар жасөспірім спорт мектебінде 4 жылдай қазір жұмыс істеп келе жатырмын. Бізде жалпы сан еркін күрес араласатынмен 211 оқушы бар. Оның 211-дің ішінде 43 адамы қыздар бізде балалар. Қыздармен бір жас маман келді, әйел адам сол кісі жұмыс істеп жатыр. Біз тек қана ер балалармен жұмыс істейміз. Керемет. Бүгінгі таңдағы күрес жалпы өз пікіріңіз, ойыңыз? Бүгін таңдағы күрес енді біздің Павлодар облысында жыл сайын деңгейі өсіп келе жатыр. Әлем чемпионатында, Азия чемпионатында бізде жігіттер күресіп жатыр. Және Олимпиада ойындарында Дәулет Шабанбай, Мамет Ибрагимовтер 2 Олимпиадада күресті. Саятбек Олкасов дейтін жігіт бар. Азия ойындарының қола жүлдегері атанды. Қазір жуырда ала жазса 42 айында елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында әлем чемпионаты болады. Павлодарда, Қазақстанда бірінші рет болады. Соған қатар жігіттеріміз дайындалып жатыр. Жаттығулар өтіп жатыр. Соған жігіттер дайындалып жүр бізде. Яғни даму үрдісі бар дейсіз ғой? Даму үрдісі бар, иә. Керемет. Жалпы енді қазіргі таңда қандай сайыстарға қатыстыңыздар жуық арада? Жоғарыда біз енді өзім кішкентай балалармен, жасөспірімдермен жұмыс істеймін. Өткенде ғана бізде облыс чемпионаты өтті. Алла қаласа 18 сәуірдің күні Қарағанды қаласынан чемпионат Қазақстанға жол жүрейін деп жатырмыз. Бүгіннен бастап бізде сборы басталды балаларда. Облыс бойынша Май ауданынан, Екібастұз қаласынан, Тереңкөл ауданынан жігіттер келіп дайындалып жатыр осы чемпионат Қазақстанға. Қыс бойы біз Новосібір қаласына барып чемпион атандық. Жақсы нәтиже көрсетіп жатыр қазір бізде балалар. Керемет. Жалпы енді еркін күрес деп жатырмыз. Еркін күрестен басқа күрестен айырмашылығы қандай? Еркін күрес деген енді өзі сөз айтып тұр ғой, еркін деген. Еркін күреседі, мұнда адам осы күресте өзін еркін сезінеді. Бүкіл әдістерді қолдануға болады. Мысалы, еркін грек-рим күресінде онда тек қана денесімен ғана, қолмен ғана күреседі. А бізде еркін күресте бүкіл жерін аяғынан да ұстауға болады, қолынан да ұстауға болады. Өте әдемі күрес қой бізде еркін күрес. Сол үшін еркін күрес деп аталып кетті. Ал қазақ күресі ше? Қазақ күресі анда тек қана аяқпен шалу ғана болады, қолмен күреседі, үстіне киіммен күреседі, кимоно дейді қой. Онда кимоно, дзюдода кимоно киеді, самбода бізде кимоно кимейді. Бізде киімнен ұстамайды ше. Керемет. Жалпы енді өзіңізге тоқталып өтейік. Өзіңіз енді қазір бапкермін деп отырсыз. Енді бұрында спортшы болдыңыз. Өзіңіз қандай жетістіктерге жеттіңіз? Енді мен бала кезінен күреспен айналысып жүріп, енді спорт шеберіне үміткер орындап, ары қарай спорт шеберіне қол жеткізе алмадым. Енді осы денсаулыққа байланысты андай жағдайлар болып қалды. Соған спорт шеберіне келіп, Қазақстан чемпионатында 3-ші орын алып, сонымен біз күрес тоқтатты, сосын бапкер саласына ақырындап көштік. Жалпы бапкерлік сала деп жатырсыз. Бапкерлік мансабыңызда қызықты оқиғалар орын алды ма? Иә, қызықты оқиғалар алды. Біз жарысқа барған сайын басқа бапкерлермен танысам, Ресейден, Қырғыздан, Өзбекстан жігіттермен танысамыз. Біздің балаларымыз солармен танысады, өте қызықты көрінеді, оларға жарыс сайын сұрап тұрады. Ағай, мен ана кісімен таныстым, мына кісімен танысуға бола ма деп, өте қызық бізге күрес түрі. Бір оқиғалар орын алған жоқ па? Қызықты оқиғалар, бір қалай айтсам болады, болып жатады, әртүрлі оқиғалар болып жатады. Бір есіңізде қалған деген сияқты. Енді есімізде қалған осы жуырда ғана Өскемен қаласынан келдік. Бала кезімізде күрес жүрген жігіт. Уже 12 жылдай болды күресті бітір кеткеніне. Өскеменге барған кезде сол жігітті көрдім, өзі таң қалдым. Бала кезінен көріп, қазір осы уақытта енді 12 жыл өткен сайын бізде күрес қайтадан бізді кездесіп тұр. Ол күрестің арқасы ғой, біз таныстарымызды көріп, өте мәз болып бізді қарсы алып, сол күрестің арқасында
неше түрлі жерді көріп. Керемет. Жалпы боз кілемде өнер көрсететін қанша балуандарыңыз бар қазір? Қазір уақытта біздің өзімнің группамда санағанда 60 оқушым бар. Таңертең 2 жаттығу өткіземін, түстен кейін 2 жаттығу өткіземін. Сол күн сайын осы бізде 60 адам сабақ беремін. Жас шектеулері бар ма? Жас шектеулері бар ма? Жас шектеулер, бар. Біз күреске 10 жастан 12 жасқа дейін күреске аламыз. 10 жастан алып, 16 жасқа дейін өсіреміз балаларды. 16 жасқа келгесін, ары қарай жоғары деңгейлерге біз басқа бапкерлерге жібереміз оларды. 16 жасқа дейін ұстап. Керемет. Жалпы қандай палуандарыңыз, қай палуандарыңыз енді үздік нәтижеге қол жеткізіп жүр? Енді палуандарымыз өте көп, енді өсіп келе жатыр. Қазір осы өткен қыста Новосібір қаласына барып чемпион атандық, 2-ші орын алдық. Міне облыс чемпионаты болды. Облыс чемпионатында 1-ші орын алып, қазір кішкентай бала өсіп келе жатыр, 12 жаста Қайыржан Сұлтан дейтін. Соны Алла қаласа үлкен деңгейге жетеді деп сенеміз, енді өсіп жатырмыз балаларда. Жұмыс істеп жатырмыз. Керемет. Жалпы енді таңғы жаттығуға көзқарасыңыз қалай енді жалпы? Енді таңғы жаттығуға көзқарасым өте жақсы. Таңертең жаттығу жасау өте жақсы ғой, енді адам денесіне, денсаулығына дегендей. Өзіміз таңертең таңғы 8-де жаттығу өткіземіз балаларға. Балалар өте көңілді таңертең. Түстен кейін келетін балалар, олар мектептен келеді, шаршап, нелері жоқ дегендей. Таңғы жаттығуға өзім жақсы қараймын. Жалпы таңертең жаттығу жасаймын деп жаттыңыз, енді сағат нешеде басталады ол? Неге таңертең, жалпы неге кешке емес? Жалпы менің білуімше барлық спортшылар кешке дайындалып жатады. Жоқ, таңертең тұрған сайын, енді тұрғасын таңғы жаттығу өте денсаулыққа зиянды емес, енді өте жақсы денсаулыққа. Жаңа тұрдың бүкіл дене мүшелерінің бүршіктерін созып дегендей. Жарты сағат адам созылса, жүгіріп, өзі осы күнге энергия алады адам. Осы күнге энергия алады. Бұл ретте таңғы жаттығу мен кешкі жаттығудың айырмашылығын айтып бересіз бе? Жалпы мен де кішкене біліңкіремеймін, себебі мысалға ойлаймын, таңғы жаттығудың орнына мүмкін кешкі жаттығуды жасай саламын деген ой келеді. Енді профессионально кім қатысады, немен спортпен айналысады, оларға негізі кешкі жаттығу оларға ең жақсы болады, кешкі жаттығу таңғы жаттығудан қарағанда. Кім жай өзіне әуес қой болса, жай оған таңертеңгі жаттығу пайдалы болады. Профессионально кім айналысады, оған кешкі жаттығу өте жақсы болады. Кешке қатты нагрузка алып жаттығу жасайды. Керемет. Жалпы кілемге шығар алдында спортшы нені жалпы қаперге тігу керек, қаперге мен беру керек, қандай не істеу керек олар? Жалпы не ойлап тұру керек кілемге шығар алдында? Кілемге шығарған алдында жалпы бүкіл спортшы ол психологически дайын болу керек, психология санында. Денесін қыздырып алу керек. Жалпы бүкіл вид спортта дайын болу керек. Если психологияда спортсмен дайын болмаса, ол дайын болмайды, уже ұтылып қалуы мүмкін. Сол үшін бапкер қасында әр сайын болу керек, баланың қасында дайындап жүру керек, психология маңында. Если ол дайын болмаса, оған өте қиын болады. Біз бағдарламамызда одан әрмен жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта еркін күрес бапкері Ермырза Қасқырбайұлы келіп отыр екен. Сұхбатымызды одан әрмен жалғастырсақ. Жалпы енді жаңа ғана бейнебаян арасында сұхбаттасып жаттық. Балуандар үшін ең керек қасиеттер атап беріңізші. Осы еркін күресте ең керек қасиеттері, енді әрбір спортшыда өзінің коронный әдісі болу керек. Әдісі бір ұтылып бара жатқан кезде, 3-4 секунд қалған кезде өзінің әдісіне лақтыру деген ғой. Сонымен өзі әрбір спортшыда өзінің коронный әдісі болу керек.
Керемет. Жалпы өзіңізде сүйікті әдісіңіз бар шығар? Я өзімде әрине спортшы болғаннан өзімде сүйікті әдісім бар. Аяққа өту дегендей, прогибпен лақтыру, соның балаларға үйретіп жатырмыз қазір. Жалпы енді еркін күресте қаншаға жуық әдіс бар? Еркін күресте енді әдістер өте көп. Еркін деген өзі сөз айтты ғой, еркін деп. Бір положениедан 10-15 әдіс шығаруға болады. Еркін күресте өте көп әдіс шығаруға болады. Басқа самбодан, дзюдодан қарағанда еркін күресте бір положениедан 10-15 әдіс шығаруға болады. Яғни белдесу барысында кез келген әдісті ойлап табуға болады. Иә, ойлап табуға болады. Керемет. Жалпы енді жігітке жеті өнерде аз деп те жатады. Сіз енді күреспен айналысатыныңыз белгілі. Бұдан бөлек қандай спорт түрлерімен немесе бір хоббиіңіз бар ма? Иә, әрине енді өзім спортшы болғаннан футболды ойнаймыз жігіттермен, еркін күрес қатысқан, айналысқан жігіттермен жұма сайын жұмасына бірле жиналамыз. Өте тартысты ойын болады, жақсы ойын өткен қызық. Балалармен жиналып, кездесіп, күрес туралы сөйлесіп, ол бұрында күрескен жігіттер бізге көмектесіп жүреді. Футбол ұнатамыз. Футбол, баскетбол немесе баскетбол жақсы болады. Керемет. Спорттың басқа түрлерімен айналысамын дейсіз ғой. Иә. Жалпы енді спорт қой сіздікі енді тамақтану тәртібі бар шығар? Әрине, әлбетте. Бөліссеңіз. Әрине, енді тамақтану түрі бар енді. Осы әрбір спортшыға негізі тамақтану уақытымен дұрыс болады. Таңертең тұрдың, кашасын жеді, таңертең обедте обедін дұрыстап ішті, кешкі асын ішіп, осы күнде бір уақытта ішсе, денсаулыққа енді зиянды болмайды, өте жақсы болады денсаулыққа. Жалпы өзіңіздің тамақтану тәртібіңізді айтып өтіңізші, жарыс алдындағы? Жарыс алдындағы тәртібім таңертең тұрып, жаттығуымды жасап, таңғы жаттығуымды, кашамды ішіп, жарысқа жаттығуға шығамыз біз. Яғни белгілі бір тамақтардан, тағамдардан шектеу жоқ? Шектеу жоқ. Керемет. Жалпы енді біздің көрермендерімізде мысалға енді жас спортшылар бар шығар, мүмкін әуесқой мысалға өз бетімен айналысып жүргендер. Оларға айтарыңыз, кеңесіңіз бар ма осы тамақтану жөнінде? Енді айтарым оларға дұрыстау тамақтану, неше түрлі газированный напитоктар ішпеу, дұрыс натуральный тағамдарды тамақтану. Сүт ішу, айран ішу, соларды айтамын ғой. Яғни пайдалы тағамдарды, сүт өнімдерін қолдануды ұсынып отырсыз ғой. Жалпы енді бір үлкен сайыстарда бір әттеген-айлар болды ма? Бір мысалға оқушыңыз мысалға енді жеңіліп қалды ма, жоқ қалай енді? Әртүрлі жағдайлар болды? Иә, енді әртүрлі жағдай болды. Осы жолы біз Өскемен қаласында Қазақстан чемпионатында жастар арасында күресіп жатқан кезде 1-2 финалда оқушымыз ұтып келе жатырып, 3 секундтың ішінде ұтылып қалды. Сол кезде біз таң қалдық, енді ұтып келе жатып, міне ұтаттап, финалға шығаттап, біздің оқушымыз ұтылып қалды. Өкінішке орай, ол келесі күні 3-ші орынға белдесіп, 3-ші орынға ие болды енді. Осы ойлағанбыз, енді Алла жасады, чемпион болатын адам деп. Өкінішке орай болмай қалды. Жалпы енді алдағы уақытта қандай да бір сайыстарға дайындықтар жүріп жатыр ма? Нұр-Сұлтан қаласынан өзге, басқа? Иә, міне қазір таңдап, кешеден бастап бізде осы облысымыздың жаттығуы болып жатыр. Әрбір ауданнан келіп, жасөспірім балаларынан, кіші жасөспірім балаларын дайындап жатырмыз Қазақстан чемпионатына. Ол Қарағанды қаласында өтеді. 32 келі салмақтан басталады. Ең жоғары плюс 85. 2004-2006 жылы балалар соған Қазақстан чемпионатына дайындап жатырмыз қазір. 18 күні Алла қаласа Қарағанды қаласына аттанамыз. Соған дайындалып жатырмыз балалармен. Керемет. Жалпы енді біздің студиямызда уақытыңызды бөліп арнайы келгеніңізге сізге көптен көп рахметімізді айтамыз. Жалпы енді сіз енді бапкер ретінде танылып жүрген жансыз. Сіздің оқушыларыңызға әрдайым жеңіс тілейміз енді. Рахмет.